Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер хабарда толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Балаңыз тершең бе? Оның себептерін біле жүріңіз. Терлеу қалыпты процесс. Бұл процестің мақсаты теріні және бүкіл ағзаны салқындату. Температура денеде орналасқан 2-4 миллион экринді тер бездері арқылы реттеледі. Олар адам дүниеге келген алғашқы күннен бастап жұмыс істейді. Бұл бездердің ең көп мөлшері табан, алақан, бет, маңдай және қолтықта болады. Тер бездері іске қосылу үшін жүйке ұштарынан келетін нақты импульс керек. Оған мына факторлар әсер етеді. Мидан ағза қызып кетті деген белгінің келуі, гормондар, эмоциялар, физикалық белсенділік. Бала тершеңдігінің ең жиі кездесетін себебі ағзада дәрумені, кальций және темірдің жетіспеушілігі болып табылады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.